Қайырлы күн, достар. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз present perfect. Present perfect'ті өтерінен бар, оны біздер қазақша түсініп алайық. Present perfect деген жақын арада аяқталған іс-әрекет деп айтылады көп жерде. Бірақ ол аяқталған іс-әрекет, бірақ ол шақа қатынасы бар дейді. Ол қалай? Яғни іс-әрекет аяқталды, ол қайта жалғасуы мүмкін. Ол present perfect. Ал іс-әрекет аяқталып қайта жалғасуға мүмкіндік жоқ болатын болса, ол past perfect болады. Назар аударайық. Сонымен жалпы формуласы ол бізде have немесе has, біз білеміз үшінші атқа жекеше түрде бізде есімдікке has болады. Және V3 деп мұғаліміміз көрсетіп көп жерде, немесе дұрысы атауы participle to болады. Сонымен мысал ретінде I have washed my car. Мен өз көлігімді жудым. Бұл жердегі have іс-әрекет аяқталғанмен, біздер қазақ тілінде оны солай аударамыз, мен өз көлігімді жудым. Іс-әрекет аяқталғанмен, мына have бізде бұл іс-әрекеттің қайталануы туралы мүмкіндік береді. Яғни бұл іс-әрекет қайталануы мүмкін. I have washed my car. Мен мүмкін тағы да жуамын. Егер I had washed my car болса, мен белгілі бір уақытта көлігімді жудым, екінші жағы жумаймын деген сөз. Бұл жерде қазір мен көлігімді жуып қойдым, ауа райы бұзылып, жаңбыр жауып, тағы мен қайтадан көлігімді жуу мүмкін деген. Сонымен сөйлемдерге іс-әрекеттің процесіне назар аударайық. Сонымен бастадық. Біріншісі. Мысалы үшін, his shoes are dirty. Оның аяқ киімі жалпы лас деп аударылып тұр. Және де егер біз ол сөйлемді аяқ киім тазалап жатқан процесс қазір болып жататын болса, he is cleaning his shoes. Ол дәл қазір аяқ киімін тазалап жатыр. Present continuous. Енді аяқталған іс-әрекетте present perfectте сөйлемді айту үшін he has cleaned his shoes. Ол аяқ киімін тазалап болды. Келесі, they are at home. Суретке қарайтын болсақ, мына екісі өзінің үйінде отыр. They are at home. They are going out. Олар сыртқа барайын деп жатыр. Және де мына суретте біздер мына екі орынды бос екенін көріп тұрмыз, және олар кетіп қалды. Яғни they have gone out, бірақ мына have бізде олар қайтып келуі мүмкін туралы кішкентай ақпарат береді. Келесі. Бағана айтып кеткенде еске түсіре кетейік, дұрыс емес етістіктердің немесе бұрыс етістіктердің біздер бұл жерде үшінші бағанадағы етістіктерін қолданамыз. Егер ол біріншісі be, was, were болатын болса, біздерге керегі тек been. Мына жерде көрсетіп тұрғандай have, has және been, have, has және beaten, have, has және become. Сөйтіп жалғаса береді. Сөйлемдерге назар аударайық. Ал енді есімдіктерге назар аударатын болсақ, I, we, you, they барлық есімдіктермен, осылармен have етістігі қолданылады. Оны қысқартып have, I've деп айтсақ болады. Және де теріс формасында I haven't немесе I haven't. Мысалы үшін I have cleaned, I have finished немесе I haven't finished, I haven't been деп айтамыз. Тура солай бізде has көмекші етістігімен he has begun. Ол бастады. He has begun his own house. Ол өзінің үйін салуды бастады. Немесе she has not bought bread. Ол нан сатып алған жоқ. Дәл сол сияқты, енді сұраулы сөйлемдерге көшетін болсақ, көмекші етістігіміз бар біздің have, has. Сол көмекші етістіктер арқылы біз сұраулы сөйлемдерді жасаймыз. Екеуі алдына шығады. Мысалы үшін have I cleaned және сұраулық белгісін қоямыз соңында. Have I cleaned the home немесе have you done your home task деп айтатын болса, сұраулы сөйлемдер солай жасалады. Келесі назар аударатынымыз мысалдарға көшейік. I have lost my passport. I can find it my passport now. Яғни, мен өзімнің паспортымды жоғалтып алдым, дәл қазір мен оны таба алмай тұрмын. Бірақ мына have арқылы бізде қосымша ақпарат, мүмкін мен өз паспортымды тауып қалатын шығармын. Келесі, she has gone to bed. Бұл жерде go to bed дегеніміз ұйқыға жату, ұйықтау деген сөздің мағынаны білдіреді. She is in bed now. Ол ұйықтап қалды, бірақ мүмкіндігі бар. Мына has арқылы ол қайттан тұрып өзінің бір жұмыстарын жасауы мүмкін.
Келесі сөйлем. We have bought a new car. Яғни біз жаңа машинаны, көлікті сатып алдық. Келесі. It's Kay's birthday tomorrow and I haven't bought her a present. Ертең Кейдің туған күні болады, бірақ та мен оған әлі сыйлық сатып алған жоқпын. Бұл жерде have дегеніміз бұл сыйлық сатып алынбаған іс-әрекет өзгеруі мүмкін сыйлық сатып алынады. Келесі, Hope is on holiday. Ол қазір демалыста. Oh, where has he gone? Ол қазір қай жерде демалып жатыр? Яғни созылмалы іс-әрекетті сұрап жатыр. Келесі, are they still having dinner? No, they have finished. Олар әлі түскі астан ішіп жатыр ма? Жоқ, олар аяқтады. Келесі. Бұл жерде бізде мысал келтіру керек болады. Сонымен суретке назар аударатын болсақ, біріншісі аяқ киім туралы, және аяқ киім алдында кіріп тұр, одан кейін тазаланды. Іс-әрекет нәтижесі he has cleaned his shoes. Ол аяқ киімін тазалап қойды. Келесі. Оған дейін есікті ашты, қазір есікті жауып қойды. Сонда сөйлеміміз болады. She has closed the door. Бұл жерде бірінші суретте бізде бұл кісілер бізде теледидар қарауда, екінші суретте олар ұйықтап жатыр. Ағылшын тілінде ұйықтап қалды дегеніміз go to bed. Сонымен they have gone to bed. Келесі, мына суретке қарасақ жаңбыр жауып тұр. Келесіде жаңбыр тоқтады. Сонда сөйлеміміз болады. It has stopped raining. Қосымша тапсырмалар бізде астында болады. Соның тапсырмаларды орындап кішкене жаттығуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.